Қыздар, үй жағдайында күнделікті жеп жүрген тағамымызды бүгін ерекше етіп дайындап, әдемі етіп ұсынатын боламыз. TikTok-тан көріп қалғам, соны бүгін дайындайтын боламыз. Ең бірінші мен жылы қанжылым суға күрішімді салып, бұқтырып қоямын. Содан соң керек ауыштарымызды жуып, ашып, барлығын кезек-кезегімен осылай қуырып аламыз. Кейін күрішімді мен бірінші май құйып, соған қуырып, содан кейін су құйып, бетіне құттай, сосын астын баяу отқа қойып, кішкене жұмсарғаннан кейін астын сөндіртіп, бетін жауып қоямын. Сол кезде менің күріштерім шашыраңқы болып, әдемі болып піседі. Келесі біз подливымызды томат қосып, және осында үйде горошек қалған екен, соны қосып жібердім. Содан соң суымызды құйып, бұны да дайын болғанша пісіріп аламыз. Келесі біздің тағамымыз дайын болды. Ендігі кезекте біз әдемі етіп ұсынатын боламыз. Осы жері маған қатты ұнады. TikTok-тан көріп едім, маған өте керемет, әдемі, күнделікті тағам, бірақ әдемі етіп ұсынуға керемет екен. Сіз де жасап көріңіз. Осылайша күрішімізді салып, бізде осындай әдемі форма шығады. Енді осы орынға біз подливымызды салатын боламыз. Менің арнамнан қолжетімді құрамдардан дайындалатын көптеген жеңіл рецептілерді таба аласыздар. Сол үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіз. Рахмет, ас болсын.